Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Қарасай Батыр бабаңызға ескерткіш орнаттыңыз. Иә. Өзіңіз ғана. Өзім ғана. Бұрын кішкентай ғана несі болған. Бесқұлы кішкентай белінен. Сені ғана айттым, мынау атаңызға болған қайсыға кішкентай үлкенді қояқ деп, сенің көзін үлкен атқа отырғызған несімен орнаттық. Алла қаласа Көшек Батыр бабамыздың 400 жылдығы деп жатыр. Биыл 400 жылдығы болады. Ол кісі енді біз көшекпіз ғой өзіміз. Соған үлкен бір ас берейін деп жатырмын. Құдай қаласа соны орындаймын енді биыл. Алланың күшімен. Бәріміз білуіміз керек қой. Қайдан шыққанымызды, қалай қорғағандарын. Қазақта олайша батыр адамдар көп қой. Әр руда өз батырлары көп. Ол аталарымыз, батыр аталарымыз болмаса, біз осы жерді ұстап қаламыз ба? Ол ұрпақ үшін етті ғой кісілерді бұрын. Енді жақсылық жасауды көп адам енді атқара бермейді. Өзіңіз жақсылық жасаған кезде қандай күйде боласыз? Мен шынымды айтсам, біреуге жақсылық ол қуанады ғой, мен одан артық қуанамын. Жүрегіңіз қуанады. Иә, жүректің қуанышы, жүректің қуануы деген олды бір бақыт шығар. Қалай ойлайсыз аға? Өте бақыт. Болат қатыгез деген сөзді естіп қаламыз. Мен айтам, қалай сіздер сол сөзге қиясыздар деймін. Осындай сөздерді біз неге таратады екенбіз аға? Сіз өзі жалпы бір адамның артынан жаман сөз айтып көрдіңіз бе? Мен адамды жамандай алмаймын. Біреудің артынан бір рет әлі жаман сөз айтқан емеспін. Мен енді халықты өздері біледі ғой. Қалай мен біреуді жаман деп айтылам, білмей жатып. 4 рет қажылық сапарға барып қайтыпсыз. Үн-түнсіз осындай бір игі жасаған екенсіз. Жалпы сол қасиетті жерге барғандағы сіздің сезіміңіз қандай болды? Ол енді о жерге барса, қалай түсінсем екен. Ол жерде шыдап тұра алмайсың, көзінен жас ағып кетеді өзімен өзі. Ауасы да бір түрлі ыстық дейді ғой енді, ыстық, бірақ ол жерде қатты терлеп неткен емес. Алланың өзі көмектесі ғой деп ойлап қалдым өзіме. Көзіңізге қайта-қайта жас алдым дейсіз бе? Иә, ол жерде жүрсең де шаршамайсың, жүре бересің. Аллаға сыйындыңыз. Сыйынасың ғой Аллаға. Не тіледіңіз? Аллаға не тілейсің? Бірінші шынды айтайын, осы Алла естіп тұрған шығар осы. Емірше елімізге тыныштық берсін дедім. Елбесіне денсаулық берсін дедім. Ең артынан өзіме бала шағыма тіледім денсаулықты. Иә, әлемнің барлығын шарладыңыз, төрткүл дүниенің барлығында болдыңыз. Сіз үшін ең қымбат? Ең қымбат өз ауылым, шамалғаным қымбат бәрінен. Иә, ауылыңызды ешкімге, ештемеге айырбастамайсыз. Айырбастағым келмейді. Мен де Алматыда тұрдым, жақын ғой Алматы бізге. 30 шақырым. Ол жерде де тұрдым, онда да шамалған кетем, қонуға ғана баратынмын Алматыға. Ертең кешке дейін осы жерде жүрем. Үнемі елдің ортасында жүресіз. Шақырған жерден ешқашан қалмайсыз. Әрқашан да сол той иесіне болсын, қуаныш иесіне болсын, бір мәртебесін көтеру үшін сол жерден табылып, тілегіңізді айтып, батаңызды беріп жатасыз. Енді тойға бәріміз барамыз ғой. Тойға барып біреудің жанына сүйрекке түскеннен кейін, сенен кейін өздерін көріп жүрген шығарсыздар. Инстаграмнан неден шыға келеміз. Ешкімнің көңілін қалдырмайсыз, суретке түсесіз. Өздері сүйрекке түсеміз дейді, сүйрекке түсіп аламыз да, ертеңгісін қарасам Инстаграмда жүрем. Оның астында неше түрлі сөз кетеді. Оқисыз ба бәрін? Бәрін оқымаймын, қарамаймын да көп. Елден естимін. Сол жай ғана қуанышқа, тойға, қонақ болып барам деп, сізді үлкен әңгімеге қалдырып жатыр. Иә. Бір жастармен түссең болды, сразу үйленді, алады осын деп шығарды кетіп. Өздері білмейді мен, сол басқа тойда жүргенім. Соған таңғалдым мен. Яғни ешқандай дәлелсіз, дәйексіз. Дәлелсіз жаза беретін не. Оған өкпелемейсіз ба? Жүрегіңіз ауырмай ма? Не істейсің енді, адам жаза бергенде үйреніп кетеді екен, отыра берем. Кейбір кезде өзім көрмей қалсам айтам, мен ұмытып кетті ғой деп ойлаймын деп. Неге әлеуметтік желіге шықпай қалдым деп ойлайсыз ба?
ойламай жоқ кеттім ғой мен де. Бір өзіңізде айтып едіңіз, өзімде жоқ суреттер, өзімде жоқ видеолар қаптап жүр деп. Қаптап жүр. Әлеуметтік желіде билеп отырған отырысыңыз бар, онда енді көңіл болсын деймін ғой. Бұлай енді барлық өзіміз енді бас қосып, бәріміз отырақ, үндемей бүйтіп төмен қарап отырайыншы, біреу сөйлемей қояды. Сенің олардың енді көңілін көтерсің, өзің көңілің болмаса да, бүйтіп қолымен нетесің енді көңілін көтерсін деп. Тымпиып отырсам, бәрі сөйлемей қояды. Билегенде жақсы ғой. Онда тұрған не бар, иә? Сөйлемесем, оның бәрі сөйлемей қояды, жанымызда отырған. Сенің кейін олардың нетпейінде, көңілің болмаса да күліп отырасың. Өнер адамдар жайлы көбірек айтып жатырсыз, кімдерді сүйіп тыңдайсыз? Мен барлығын жақсы көремін. Қазіргі қазақ әндеріне көңіліңіз тола ма? Мен қазіргі жастарға емес, енді бұрынғы қазақ әндері бар ғой өзіміз. Соларды жақсы көремін тыңдауға. Сол орындайтын әншілерді де жақсы көремін. Енді ол тойда болады, енді, конечно, билейтін, олар да жақсы жастардың. Ал кейбір жастарды кім білмеймін ғой, мен көп түсінбей қалам. Или өзіміз жас уақытысынан ересейіп бар жаққаннан кейін бе? Қаптаған өсек аян, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Дүркіреген көкпардың ортасынан байқап қалдық сізді. Осы қазақтың ұлттық спорт ойындарына қызығасыз ау деймін? Қазақпыз ғой. Кім жақсы көрмейді? Ат. Бәріміз жақсы көреміз. Өзіңіздің жылқыларыңыз бар ма? Ат бәйгілікпен айналысасыз ба? Ат бәйгілері бар менде. Жыл сайын біз өте жақсы бәйге аламыз. Жан-жаққа береді. Мешітке береді. Сатып, балалар үйіне береді. Мұқтаж жандарға таратылып кетеді. Таратылып кетеді. Адамға көмектесе берсең, пайда да көп келеді. Ол Алланың күші ғой деп ойлаймыз. Біреуге жақсылық істесең, екесе қайтады деген сол шын екен. Үнемі көңілді жүресіз бе, әлде кейде бір ашуланатын кез бола ма? Енді өмір бақи көңілді жүре алмайсың ғой, болады ғой ашуланатын уақыт. Енді ашуланғанда қатты не емес, қатты ашуланамын да тез қайтып кетемін. Қайтымыңыз тез бе? Тез. Ұзақ уақыт өкпелеп жүрмейсіз бе? Жоқ. Бір 15-20 минут көп болса. Бәрін ұмытып кетесіз. Бәрін ұмытып кетемін. Сен күні өзім шақырып алып, оны құшақта бейім маған ренжіме деп, өзім ауырып қаламын. Кешірім сұрайсыз. Өзім біреуге айтып аламын да, сен күні өзім шын айтамын, ауырып бір түрлі болып қаламын. Сен өзім шақырып аламын айтып. Ренжіме, өзің кінәлісің өтіп. Иә. Сізді сатып кеткен жандар болды ма, аға? Көп. Не үшін сатты олар? Өздерін сұрау керек қойды. Кешірдіңіз бе? Кешірмегенде қайыққа барамын. Сатқындық үшін? Кешірдім, әлі жүреді жанында, жақын тартпайсың өзіңе. Бірақ сезеді өзі де. Сезесің ғой, мен любой адам сезем, шын ниетімен айтып отырмын, өтірік айтып отырмын. Оны сезім жақсы мен. Біліп отырмын, өтірік айтып отырғанын несін, бәрін түгел. Енді сіздей жанның жанында барлығы жүргісі келеді ғой? Дос деп санайды, жолдас деп санайды. Мен біреу сен жүр, сен жүрме деп ешкім айтқан емеспін. Жүрген адамды итерген емеспін. Бәрі жүреді. Бірақ анда кейде солардың арасынан да мен ойлаймын, алыстан жау келмейді, жақыннан. Сол жақыннан келген жау жаман ғой. Көп қой ондай. Бастан көп кештім ондайды. Бәрін тек кешіре білдіңіз. Кешірдім бәрін. Өздері әлі сатып кеткендерді жанымда тұрады. Сыртынан сөз айтқандар да жанымда жүреді. Білем олар екенін. Просто жанымда жүргенін кет деп айта алмаймын. Жүре береді. Көңілдерін қимайсыз? Қимаймын. Сіздің тағда бір жақсы бір қырыңыз бұл өнерге деген махаббатыңыз. Туған ауылға деген құрметіңізден үш қоңыр атты фольклорлық этнографиялық ансамбль құрдыңыз. Иә. Осы Қаскелеңде құрдық. Ошқалар ансамблін қазір 32 адам бұл жерде жұмыс істейді. Бәріне орын тауып беріп, бәрін істеп бердім енді. Ары қарай өздері жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді өнер, бизнес, өміріміз бар. Шаршап кетпейміз ба кейде, аға? Болады. Енді бірақ мұсылмандар айтады ғой, шаршадым деп айтпа деп.
болады ғой ондай жағдайлар. Шаршаған кезде сізге не күш қуат береді? Қайдан күш аласыз? Мына үйге келіп, кішкентай қызымды көрсем, соны забап кересін кейбір кезде сол алдынан шыққанда ашуың бәрі тарқап, өзі солай болады. Бәрін ұмытасыз. Бәрін ұмытып. Әлі күнге дейін өзіңіз көлік жүргізіп, жан-жаққа жүре береді екенсіз. Алыс сапары бар, жақын жері бар. Мен айттым ғой, өзім 18 жыл жұмыс істедім деп. 18 жыл. Қазір өзімде машина айдап жүре берем. Бірақ өзім көбінесе өзім жалғыз жүрген жақсы көрем. Өзім үріп отырып, Шымкент, Тараз, Қызылорда, Семей өзім үріп отырып жүре берем.